Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін маник пирогының рецептісімен бөлісемін. Алдымен 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Жұмыртқаның температурасы жылы болу керек. Осы жұмыртқаның үстіне құмшекерді салып, жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Достар, сонымен қатар менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, алдағы уақытта көптеген рецепттер шығады. Міне осындай аппақ масса болу керек. Енді осылай көпіртіп алғаннан кейін сүтті қосамыз. Және де сұйық майды қосамыз. Тағы да бір рет араластырып жібереміз. Сүт пен майды қосқаннан кейін көп араластырудың қажеті жоқ. Шамамен 10 секундтай ғана араластырыңыздар. Одан кейін біз манныйды қосамыз. Манныйды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Манныйды қосқаннан кейін жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Енді ұн мен қопсытқышты қосамыз. Мен ұнды алдын ала електен өткізіп алдым. Осы ұнды 2 бөлікке бөліп қосамыз. Міне қамыр осындай қоюлау болу керек. Енді осы уақытта пешті 15 минутқа қыздырып қоя беріңіздер. Енді осы қамырымызды табаға саламыз. 160 градуста шамамен 40-50 минут пісіреміз. Пісіру уақыты өздеріңіздің пештеріңізге байланысты. Енді піскеннен кейін осылай табадан босатамыз. Және де өз қалауларыңызша әсемдеуге де болады. Мен бетіне вареная сгущенка жақтым. Енді 4-5 қасық варенканы салып, жақсылап тегістеп шығамыз. Әсемдік үшін ақ шоколадпен сызып шықсаңыздар болады. Ең алдымен кондитерский мешокқа шоколадты салып, оны қайнап тұрған ыстық суда ерітіп аламыз. Одан кейін осылай сызып шығасыздар. Осылай китайский палочканың немесе зубочистканың көмегімен сызып шықсаңыздар болады. Осы маниктен жасалған пирогтың дәмі ерекше болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған Айжанар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.